15-29-ға дейін бізде екінші астана Қызылорда болған. Бұрынғы атақ мешіт. Енді Қызылордадан Астана Алматыға көшу қажет болды. Бұның барлығы межелеуге келіп отыр. Енді анау территориялық межелеуден кейін Ташкент жеріндегі жаңа оқу орындарымыз кезінде оның бәрі Өзбекстан еншісіне кетті. Ол жерде бірақ жаңа біздің қазақтың өзіне сол кезде жоғары білімді бермеген. Ол жерде айтыс-тартыс көп болған. Енді жаңа Астана Алматыға қайта келейін деп тұр. Осы кезде біз қайткенде де жоғары оқу орнын ашамыз деп күресіп жатты. Міне осы кезде алатта осыны кеп енді бізге тағы жоғары білімді бермейміз деуге көшеді. Сол кезде біздің зиялыларымыз жоғары жаққа хат жазады. Жаңа шет жағасын айтты, көрдіңіздер, міне сол хатта мынандай астарында мынандай саясат бар. Бұлар орындалмайтын талап қояды. Орыс үкіметі, қазақ орындай алмайтын. Бағана айтқандай рас, сендер мал шаруашылығы бойынша жұмыс жасағандарың дұрыс қой деген әңгіме болады. Енді осыны көтерген кезде сендер дейді, айтады, олай болса сендер мынаны істей аласыңдар ма дейді. Университет деңгейінде ашылу керек. Егер университет деңгейінде ашамасаңдар, онда сендерге ашуға рұқсат берілмейді деген. Ал университеттің құрамында деген 3 түрлі саланың маманын дайындай аласыңдар ма дейді. Ол педагогикалық мамандар, мұғалімдер, ауыл шаруашылығы мамандары және медицина мамандары. Осы 3 маманды біріктіріп бір университет аша аласыңдар ма? Егер соны ашамыз десеңдер, онда бүкіл жоспарын, жартысының бәрін дайындаңдарға өткізіңдер дейді. Бұл негізі сол кезде орыс үкіметінің орындалмайтын талабы болатын, олардың пікірінше. Орындай алмайды, сондықтан бұның шамасы келмейді деді олар. Ал өкінішке орай, бұл өте ауыр қиын болып тұрса да, біздің ағарыстарымыз тәуекелге бел буады негізінде. Міне ол архивте сарнап тұр. Мен де осы архивте айналысып, міне Алмас екеуміз неше жыл осыны жүргенбіз бірге. Тәуекелге бел буаттағы айналайын 3 факультетті құрмақ тұрмақ бұл жерде. Біреуінің өзін құру оңай болған жоқ болатын ол кезде. Материалдық базаны сұранау, ешқандай мүмкіндік жоқ. Бірақ тәуекел дейді, жарғын жасап біз істейміз дейді. Біздің неге Казгу деген атау шыққан? Ең бірінші университет Казгу, Қазақ мемлекеттік университет болып құрылады, ұмытпаңыздар. Кейін екінші атау Каспий. Ол кезде ол бір ғана бағыттағы педагогикалық бағыттағысы. Ал Казгу деп құрылған кезде 3 бағытты істейміз дейді. Бірақ көрдіңіздер ме, тамаша сауаттылықтарын біздің ағаларымыздың. Бірден ашу мүмкін емес. Соны мүмкінге айналдырды ол кісілер. Мысалы, 1918 жылы 12 қарашада Түркістан Республикасына ағарту халық комиссариатының коллегиясының шешімі болған. Ташкентте орыс училищесінің жанынан педагогикалық курс ашу. Одан кейін 19 жылы ол жеке қазақ педагогик курстар болып жасалды. 20 жылы қазақтың алғашқы ағарту институты құрылды. Яғни бастауды біз сол жерден алуымыз керекпіз деп айтады. Ал сол ағарту институты 4 жыл жұмыс істеді. 25 жылы ол мысалы Қазақстанға 2 облыс қосылғаннан кейін Ташкент өзі Астана статусынан айырылды ғой. Ол Самарқан, бірақ Самарқандқа Астана ауысты, бірақ Ташкент ол Өзбек Республикасы құрамында қалып қалды. Ал бірақ мынау межелеу өзі мынау 24 жылы асыр алғанымен оның нақты соңғы қорытындылары 27-28 жылдары жасалды. Өйткені экономикалық мәселелер өте көп болды. Мына қазақтарға тиесілі мемлекеттік басқару органдары, оларға тиісті меншіктері, мүліктері, соның ішінде қазақ ағарту институты Ташкентте қалып қалды. Ал енді соны негізінде Қазақстанда мына педагогикалық алғашқы жоғары оқу орнын ашу мәселелері көтерілді. Ал 27 жылдар өздеріңіз білесіздер, индустриализация болып жатты Қазақстан. Қазақстанның өндіргіш күштерін дамыту керек. Қазақстанда оқу орындарын ашу керек, сауатсыздықпен күресу керек, тіл мәселесі бар, әліпби мәселесі бар қазіргі. Кейін 29-да әдейі ауыстырған, латын қарпіне көшіргенде. Латынға көшіру оңай емес, қазір көшеміз деп жатырмыз, соның ар жақ бер жағында сонымен бірге талай мәдени құндылық жоғалып кетуі мүмкін. Осыған өте мұқият болу керек. Кезінде мысалға мойындамай бұрынғы арабша жазылған еңбектерімізді енді біз нөлден бастадық қайтадан. Латынды өліп талып жатып 29 жылдан 40 жылға дейін үйрендік-ау деген кезде Аллахта қайтадан кириллицаға көшіреді. Бұл не деген сұмдық? Енді үйреніп, енді төселіп, енді еңбектерін соған төселе бастағанда қайтадан бірдеңеге ауыстырып жібереді. Сол
енді бас көтерсең қайтадан сауатсызсың, сол сауатсыздық қамыты мойныңа ілінген. Сондықтан бұны мен неге айтып тұрмын? Міне осымен күресіп жоғары оқу орнын ашуда біздің зиялыларымыздың үлкен еңбегі бар. Мына мәселені қараңыздар. Жалпы Байтұрсынов ағаларымыз, мен қазір мына слайдқа да көз жүгіртіп отырыңыздар. Мынау негізі мен енді осы Аспендияров ағамыздың жаңа 38 жылы атып кеткен кезіне дейінгі уақыттарды жалпы қысқадан нұсқа нақты деректі тұрғыдан айтып өтейік. Сол жерде мынандай мәселе бар. Осы мәселелердің бас төңірегінде кімдер жүрді? Алғаш рет сізді мына Дмитрий Алексеевич Аксентьевский деген кісі болды. Ол сол кезде Қазақстан Республикасында ағарту халық комиссарының орынбасары болды. Сол кісі өте үлкен еңбек сіңірді. Ол қандай еңбек? Ол өзі 27 жылы Қазақ мемлекеттік университеті деген мынандай шағын брошюра шығарды, 40 бетте. Біз енді Санжар Асфендияровты көбінесе бірінші ректор болып танимыз, ал университеттің құрылу тарихында оның орны қандай? Мысалы,